Әскери топографияны оқып үйрену, жауынгерлерді ұрыс кезінде нақты әрекеттер жасай білуге даярлау үшін шешуші рөл атқарады. Жергілікті жерде бағдарлану бұл көкжиек тұстарына қарай бағыт табу және бедер формасын, ондағы жергілікті заттардың өзара орналасуын анықтау арқылы өз орнын табу және белгіленген немесе нұсқалған бағытты ұстанып жүру. Бағдарлану мәнінде жергілікті жердегі бағдарды таңдай алу және оларды керек бағытты нұсқаушы маяк ретінде пайдалана білу жатыр. Жергілікті жерде кез келген сызықтың бағыты горизонталь бұрышпен анықталады. Горизонталь бұрыш басты бағыт етіп қабылданған сызық пен белгілі бағыттың арасында құралады. Басты бағыт ретінде қабылданатындары мыналар. Жергілікті жердегі орналасу орны белгілі кез келген объектінің бағдар бағыты. Компас арқылы анықталған магниттік меридиан бағыты. Аспан шырақтары арқылы анықталған бағыт. Жорық кезінде барлауда, тікелей ұрыста командирлерге өз орналасу орнын, қозғалыс бағытын, жергілікті жердегі бағыттар мен түрлі объектілердің орналасу орнын көрсету және оларды анықтау үшін бағдарларды пайдалануға тура келеді. Бағдарлардың көмегімен нысаналарды іздеп табу мен көрсету жүргізіледі. Шабуыл бағытын ұстанады. Атыс жүргізу және бақылау секторы көрсетіледі. Ұрыстағы өзара әрекет жеңілдетіледі. Бағдарлар ретінде жергілікті жерде бірден көзге түсетін бояуы, формасы жағынан басқа заттардан ерекше айқындалып және жақсы көрініп тұратын, сондай-ақ қоршаған ортаға шолу жасау кезінде оңай танылатын кез келген заттар мен жер бедерінің ерекшеліктерін пайдалануға болады. Олардың сыртқы түрі мен өзара орналасуын жақсылап есте сақтап, қажет бола қалған жағдайда керекті бағытта қозғалыс жасау үшін пайдалануға болады. Түн ішінде бағдарларды пайдалану үшін қараңғы түспей тұрып түнде де көрінетін жалғыз өсіп тұрған ағаш, құрылыс, зауыт, фабрика мұржалары және тағы да басқа сондай бағдарларды таңдап алу керек. Түнде сызықтық бағдарлар, яғни жолдар, өзендер, орман шеті, жыралар, электр берілісі бағыттар бойымен бағыт ұстап жүру анағұрлым сенімділеу болады. Бағдарлану кезінде бастапқы бағыт ретінде магниттік меридиан алынатын болса, онда мұндай жағдайларда компас пайдаланылады. Компас пен магниттік азимутты өлшеу арқылы жергілікті жердегі кез келген бағыт анықталады. Немесе басты бағыт етіп қабылданған сызықтың бағытынан белгілі бағдарға бағытталған сызықтың арасындағы горизонталь бұрышты өлшеуге болады. Компас дөңгелек қорапша тәріздес болып келеді. Оның ортасына болаттан жасалған ине бекітілген, ал инеге компастың маңызды бөлігі магниттік мензер ілінген. Компас қорабында градустық бөліктері немесе бұрыштық бөліктері бар лимб орналастырылған. Бұл бөліктері бар лимб бұрыштарды өлшеуге арналған. Бір бөлікке сәйкес келетін мыңдықтар немесе градустар саны лимб бөліктерінің өлшем бағасы деп аталады. Лимб бөліктерінің өлшем бағасы градустарда 3 градусқа, ал бұрыштық бөліктерде өлшем бағасы 100 мыңдыққа, яғни 1,00-ге тең болады. Иненің ұшын тез тозып қалудан сақтау үшін компас мензері иінтірек түрінде тежеуішпен жабдықталған. Компасты қолданбаған кезде тежеуіштің көмегі арқылы мензерді инеден сәл көтеріп қақпақтың әйнегіне тиеп қояды. Адрианов компасында айналмалы қақпақ болады. Қақпаққа кез келген бағытты көздеу тетіктері бар 2 таған бекітілген. Олар ойық және қарауыл. Жұмыс кезінде қарауыл бақыланатын заттың бағытына бағытталған көздеу сызығының шетін көрсетеді. Және оның қарама қарсысында лимб өлшемі алынады. Лимбтағы градустық бөліктерінің саналуы сағат тілі жүрісінің бағыты бойынша, ал мыңдықтарда кері бағытпен жүргізіледі. Адрианов компасында жарық беруші құрамымен мынандай бөлшектері қапталған. Магниттік мензердің солтүстік ұшы 0, 90, 180 және 270 градустарға сәйкес келетін лимбтағы бөліктері мен сан нұсқаушы көрсеткіштері. Құлақшалар компастың бауын қолға немесе планшетке ілдіру үшін қызмет етеді.
Компастың жұмысқа жарамдылығын анықтау үшін, оның мензерінің сезімталдығын тексеріп алу қажет. Ол үшін компасты төмен түсірілген тежеуішімен қозғалтпай көлденең қалыпта жерге немесе үстел үстіне кесілген ағаш түбіріне қояды. Компас мензері тынышталған соң, мензерге қандай болмасын болаттан немесе темірден жасалған, мысалы пышақ, тағы да басқа затты жақындата отырып, оны бірнеше рет тепе-теңдік күйінен шығарып алады. Егер әрбір ауытқудан кейін компас мензері өз ұштарымен лимптің алғашқы өлшеміне тез арада қайта келіп орналасса, онда бұл оның жеткілікті түрде сезімталдығын және жұмысқа жарамдылығын білдіреді. Әр түрлі өлшем болуы немесе мензердің алғашқы қалпына өте баяу түрде қайтып келуі компас мензерінің сезімталдығы әлі де болса жеткіліксіз екендігін білдіреді. Осы жағдайларда компас жөндеуді қажет етеді. Компаспен жұмыс істеу кезінде мынандай ережелерді есте сақтау керек. Бірінші, ине ұшы тез тозып қалудан сақтау үшін оны тасымалдау және сақтау кезінде компас мензері тиелген қалыпта болу керек. Екіншіден, компастың жарқырағыш бөлшектерін зарядтау үшін аспапты жарық күн немесе электр сәулесінде 15-20 минут ашық күйде ұстаған дұрыс. Үшіншіден, компаспен жұмыс істеу кезінде болаттан немесе темірден жасалған заттар оның магниттік мензеріне өз әсерін тигізбеу үшін компастан ол заттарды алыстату қажет. Төртіншіден, найзағай жарқылында, сондай-ақ кернеулігі жоғары электр сымдарына жақын жерлерде компаспен жұмыс істеуді тоқтатқан жөн. Бесіншіден, едәуір магниттік ауытқушылығы бар аудандарда компасты пайдалануға болмайды. Қандай да бір затқа магниттік азимут бағытын анықтау үшін, біріншіден, бақыланатын затқа бетпен қарап тұрады да компасты бағдарлайды. Осы кезде магниттік мензердің солтүстік ұшы лимптің нөлдік бөлік белгісіне дәлме-дәл қарсы келуі тиіс. Екіншіден, компасты бағытталған қалпында ұстап тұрып, қақпақты бұрып, ойықтың көздеу тетігін өзіне қаратып, ал қарауылды бағдарланатын затқа қарай қою керек. Үшіншіден, қарауылдағы көрсеткішке қарсы бағыттағы лимп бойынша градустық санды оқиды, және бұл анықталатын бағыттың магниттік азимуты болып табылады. Бағдарға дейінгі магниттік азимут 204 градус. Азимут бойынша жылжуға арналған мәліметтерді карта арқылы дайындайды. Ең бастысы, белгіленген пунктке қарсыластан жасырын және тез арада шығатын мүмкіндік туғызатын маршрутты таңдап алу. Маршрутты таңдап алуда ондағы бұрылыстар санының аз болуын ескерген жөн. Маршрут бұрылысының нүктесі жергілікті жерде оңай тануға болатын бағдарларда белгіленеді. Күндіз маршрут бойынша қозғалыс кезінде бағдарлар арасындағы ара қашықтық жаяу ретте 1-2 шақырымнан, ал машинамен жылжу кезінде 6-10 шақырымнан аспауы тиіс. Түнде қозғалыс жасау үшін маршрут бойынша бағдарлар жиі белгіленеді. Көрсетілген пунктке жасырын шығу үшін маршрут өзектер бойымен, өсімдіктер массивтері және басқа да қозғалыс бүркемеленуін қамтамасыз етуші объектілермен белгіленеді. Үстірт қырқалары мен ашық жерлерде қозғалыс жасалмаған жөн. Таңдап алынған бағдарлар дөңгелекшелермен қоршалып, түзу сызықтармен біріктіріледі. Маршрут бойынша бағыттың дирекциондық бұрыштары транспортирмен өлшенеді. Транспортир бұрышты өлшеу дәлдігін плюс-минус 1-2 градустық қателікпен қамтамасыз етеді. Бағыттардың өлшенген дирекциондық бұрыштарын магниттік азимутқа ауыстырады. Бағдарлар маршруты бойынша таңдалынып алынған ара қашықтықтар арасы циркуль, өлшеуіш және сызықтық масштаб көмегімен немесе миллиметрлік бөліктері бар сызғыштармен өлшенеді. Егер маршрут таулы немесе төбешікті жерлер бойынша белгіленсе, онда картада өлшенген ара қашықтықтарға жер бедері үшін түзету енгізіледі. Магниттік азимуттар мен ара қашықтықтардың анықталған мәні мұқият тексеріледі. Өйткені бір азимутты немесе бір ара қашықтықты өлшеуде кеткен өрескел қателік белгіленген маршруттан ауытқуға кеп соқтырады. Соның салдарынан бағдарды жоғалтып алу қаупі туындайды. Азимут бойынша қозғалуға қажетті мәліметтерді картаға түсіреді. Ал егер картаны өзімен бірге алып жүрмейтін болса, онда маршрут сызбасын немесе кестесін құрастырады. Кестеде жазылатындар: өлшенген дирекциондық бұрыштар, карта бойынша өлшенген ара қашықтықтар, карта бойынша бағыттың түзетілуі есептеліп шығарылады. Формула бойынша есептеу арқылы картадан өлшенген дирекциондық бұрыштардан магниттік азимутқа ауысады. Карта бойынша өлшенген қашықтық
қашықтықтар есептеп шығару жолы арқылы жұптық адымға ауыстырылады. Бір парақ қағаз бетіне картадан бастапқы нүктені, бұрылыстардағы бағдарларды және маршруттың соңғы нүктесін көшіріп салады. Бағдарлардың сызбада орналасуы олардың карта бетінде орналасқандағындай жағдайда болуы қажет. Сызбаға барлық бағдарлар картада бейнеленетін шартты белгілермен салынады. Содан соң бағдарларды нөмірлеп, түзу сызықтармен біріктіреді. Әрбір сызықтың қарама-қарсы тұсына қозғалыс үшін бастапқы мәліметтерін бөлшек түрінде жазып көрсетеді. Алымында магниттік азимут, ал бөлімінде метрмен өлшенгендегі ара қашықтық. Егер азимут бойынша қозғалыс жаяу жерде жүзеге асырылатын болса, онда метрмен өлшенетін ара қашықтықты жұптық адымға ауыстырады да азимут бойынша сызбаға жазып отырады. Содан соң сызбаға солтүстік, оңтүстік көрсеткішін салып, маршруттан тыс көрсетеді. Сонымен бірге қозғалыс кезінде қосалқы немесе аралық бағдар ретінде пайдаланылуы мүмкін маршрут бойындағы бағдарлар да көрсетіледі. Бөлімшелер азимут бойынша жылжу кезінде жетекші тағайындалады. Ол қозғалыс бағытын компас бойынша анықтап, сол бағытты ұстанып жүреді. Сонымен бірге жұптық адыммен жүргенде адым санайтын 2 адам тағайындалады. Сызбада метрмен көрсетілген арақашықтықтар әрбір санаушының адым көлемін есепке ала отырылып, жұптық адымға ауыстырылады. Бөлімшенің жергілікті жерде жылжу кезінде бастаушысы мен боламын. Курсант Нұрбаев. Мен. Курсант Құранбеков. Мен. Жұптық адыммен есептеуді жүргізіңдер. Маршруттың бастапқы нүктесінде бастаушы маршрут бұрылысының бірінші нүктесінде магниттік азимутпен берілген қажетті қозғалыс бағытын компас бойынша анықтайды. Осы бағыттағы аралық бағдарды байқайды. Компасты тежеуішке қояды да мүмкіндігінше түзу сызық бойымен қозғалысты бастайды. Оның артынан жұптық адыммен санаушылар жүріп отырады. Аралық бағдарға жеткен соң бастаушы компас бойынша қайтадан қозғалыс бағытын анықтап алады. Келесі аралық бағдарды белгілеп алып, соған қарай жылжиды. Осылайша ол маршрут бұрылысының бірінші нүктесіне шығады. Бұдан соң барлық әрекет қайтадан қайталанады. Егер аралық бағдарлар көрінбейтін болса, онда қозғалыс бағыты компас бойынша ұстанылады. Қозғалыс бағытын ұстап жүру үшін сонымен бірге сызықтық бағдарлар немесе ұрыс машиналары жүріп өткен іздер, ал қыс мезгілінде шаңғы іздері пайдаланылады. Қозғалыс бағытын ашық жерлерде белгілі аралықтар арқылы өзінің артынан қандай да болмасын тұстама белгілерді қалдыра отырып, тұстама бойынша ұстап жүруге болады. Осы белгілерге қарай отырып, қозғалыс бағытты тұстама сызығынан ауытқып кетпеуіне қадағалайды. Азимут бойынша қозғалу кезінде табиғи, сондай-ақ жасанды кедергілер, жыра, батпақты жерлер, миналы алқаптар, орман үйінділері және тағы да басқа кедергілер кездесуі мүмкін. Бұндай кедергілерден өту қиыншылық туғызатындықтан, оларды айналып өту анағұрлым жеңілдеу болады. Айналып өту реті кедергілердің сипаты мен көлеміне байланысты. Егер кедергінің қарама-қарсы тұсы көрініп тұратын болса, онда тұру нүктесін жүріп өтілген жұптық адым саны жазылады. Содан соң кедергінің айналып өту, оның шекарасы бойынша жүргізіледі. Белгіленген бағдарға шыға отырып компас бойынша керекті бағытты анықтап алады да маршрут бұрылысының кезекті нүктесіне қозғалысты жалғастырады. Азимут бойынша қозғалу кезінде маршрут бұрылысының нүктесіне дәлме-дәл шығу жергілікті жер ерекшелігіне, көзге көріну жағдайларына, қозғалыс бағытын анықтау қателігі мен ара қашықтықты өлшеуге байланысты болады. Әдетте шығуға тиіс бұрылыс нүктесінен ауытқу жүріп өткен қашықтықтың 1/10 бөлігінен артпайды. Яғни жүріп өткен жолдың әрбір шақырымына 100 метрден келеді.